Сәлем, достар. Бүгін сіздерге 11 сынып оқушыларының орманда бастан кешкен қорқынышты оқиғасын айтып беремін. Тыңдауға дайындалыңыз. 10 оқушы демалыс күні орманға серуендеп қайтуды шешеді. Әуелде бәрі көңілді еді. Бірақ орманның ішіне кірген сайын тыныштық күшейіп, құстардың дауысы да жоғалып кетті. Телефон байланысы жоғалды, жол көрінбей қалды. Олар адасып қалғандарын түсінді. Самат екі-екіден бөлініп іздеу керегін айтты. Бәрі келісті. 5 топ жан-жаққа тарады. Бірақ 20 минут өткенде орман ішінен адамның айқайына ұқсас үрейлі дауыс шықты. Белгіленген жерге тек 6 бала ғана қайтып келді. 4-еуі жоқ. Түн түсе бастады. Фонариктің әлсіз жарығы ғана бар. Айналада бірдеңе жерді сүйреп жатқандай, бұтақ сынғандай дыбыстар естіліп тұрды. Балалар қорқып, бірге жүруге шешім қабылдады. Бірақ сәл жүргенде Арман алға қарай адым баса бергенде аяқ асты опырылып түсіп кетті. Қалғандары жарықты түсіргенде жер астында ағаштан жасалған үлкен қақпан екенін көрді. Арман жоғалып кетті. Үн қатпады. Балалар кері қарай жүгіре бастады. Бірақ арттарынан ауыр аяқ дыбыстары шықты. Біреу олардың артынан келе жатқандай, олар жүгіріп бара жатқанда тағы бір бала түнгі қараңғылыққа қарай сүйретіліп кетті. Айқайы бір сәтте жоғалды. 5-ақ бала қалды. Олар орманнан шығатын бағыт іздеді. Бірақ шамдары әлсіреп, жол көрінбей қалды. Бір сәтте ағаштың арасынан қара пішіндер қозғалып жатқанын байқады. Олар үнсіз, биік, әлсіз жарықта көздері жылтырап тұрды. Балалар артына қарамай қашты. Жолда тағы бір тұзаққа тап болды. Ағаш арасындағы торлы шұңқыр. Оған Дияр түсіп кетті. Қалғандары көмектеспек болды. Бірақ тордың ішінен белгісіз біреудің демалған дауысы шықты. Диярдың дауысы өшті. 4 бала қалды. Олар соңғы күштерімен жүгіріп, орманның шетін табуға тырысты. Бірақ түн қоюланып, айналада қозғалыстар көбейді. Біреу оларды әдейі бағытсыз жүргізіп жүргендей көрінді. Бір кезде алыстан жолдың жарығы көрінді. Олар соған қарай жүгірді. Бірақ жолға бір бала ғана жетті. Арсен. Қалған үшеуі артта қалып қойды. Арсен жолға шыққанда тыныс алып, артына қарады. Сол сәтте қараңғы арасынан біреу оны тартып алды. Қолын босата алмай жанталасты. Жолдың үстінде балта жарқ еткенін ғана көрді. Сол түні Арсен де жоғалды. Оның соңғы ізі жолдың шетінде қалған ізі ғана табылды. Сол күннен кейін 10 оқушының ешқайсысы оралмады. Орманға барған топтан тірі қалған жан болмады. Бұл оқиға осымен аяқталды. Ұнаса, арнаға жазылып, келесі қорқынышты тарихты күтуді ұмытпаңыз. Көріскенше.